Бақара сүресінде оқылған үйде жын шайтан жоламайды дейді. Естеріңізде болсын. Егер де қандай да бір үйде қытыр-сытыр көбейіп, ұйқы бұзылатын болса, бастырылып қалулар көбейетін болса, көп қой жағдайлар қазір, заброшенный тамдар жөндейді, ішіне кірсеңіз, сондай нәрселер көп болады. Болмаса бір жаңа үй алған кезде Бақара сүресін күндіз-түні қойып қою керек. Үн таспаға күндіз-түні қойып қойсаңыз, бір айдан кейін үйіңіз таптаса болады. Жоқ болады. Бақара сүресін бастырып алып, үн таспаға қойып қоясыз, сол кезде үйіңіз жақсы болады. Бұл тәжірибеден өткен. Ол Бақара сүресінің көптеген, айтып отырмын ғой сізге, оның көптеген қасиеттерін біз білмейтін қасиеттер қаншама. Адамның несіне емі бар, шипалық емі бар. Адамды жаңағыдай емдеушілік, рухани аурулардан емдеушілігі бар. Адамның кешіруіне тағы да себепші болатын тағы да қасиеті бар. Ол сондай өте үлкен, сондай Бақара сүресі сондай сүре.